Мен Үмбетқұлова Ақбаян Қасенқызы, Жетісу облысы Панфилов ауданының ата-аналар комитеті атынан көктемгі каникул кезінде балалардың өмір қауіпсіздігі мен жол қауіпсіздігін сақтау мақсатында барлық ата-аналарға үндеу жолдаймын. Балаларды кешкі сағат 21:00-ден кейін заңды өкілінсіз көшеге шықпауына, мейрамханада жұмыс жасамауына, үйде ұйымдастырылатын отырыстарды атап өтпеуіне, каникул кезінде заңды өкілінсіз табиғат аясына шығуға, мопед және де ата-анасының басқа да адамдардың көлігін жүргізуіне рұқсат етпеулеріңізді сұраймын. Баланың қауіпсіздігі ең алдымен ата-ананың жауапкершілігі екенін ұмытпайық. Құрметті ата-аналар, бала қауіпсіздігі басты назарда. Балаларыңыздың қауіпсіздігі мен денсаулығы сіздің ең бірінші міндетіңіз.